Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымызда танысатын сабақтарыңыздың тақырыбы ауа райының халықтық болжамдары. Сабағымыздың мақсаты қазақ халқының ауа райын болжауы өз тұрмыс тіршілігіне қолданудағы болжамдар туралы түсінік беру. Дәл қазіргі күз мезгілінде жыл құстары топтасып ұшса, жылымық көз созыла түседі. Ал қайтқан құстар төмен ұшса, қоянның бүйрегі майлы болса, сарымсақ қабығы қалың бітсе, қатты қыс келе жатыр деп білген. Келесі жыл мезгілі көктем. Бірінші белгі аю апанын биікке салады. Көктем ерте түскенімен тасқын келе жатыр деп қам жасайтын болған. Ал көктемнің алғашқы жауған жаңбырында күн күркіресе, жазда шөп шүйгін шығады деп жорамалдаған. Жайдары жаз кезінде күн қызыл шапаққа оранып батса, ыстық болады деген болжам әлі де бар. Көлбақа көп құрылдаса, күннің ыстығы көтеріледі, ал шегіртке қаптаса, жаз қуаң болады деп қам жеген. Сондай-ақ ата-бабаларымыз жылан жиі-жиі бас көрсетсе, жауын шашынды күз келе жатыр деп білген. Жаз мезгілінде сары бас жыландар ұйықтамаса, күз ұзақ әрі жылы болады деп қуанған. Бейне баянда көргендеріңіздей, қуаң, шүйгін, жылымық, қам, шапақ сөздерінің мағынасына тоқталайық. Яғни, жылымық бұл жылы күн. Ал қуаң бұл яғни шөптің аз өсуі. Шүйгін бұл шөптің өте қалың, жақсы өсуі. Ал шапақ күннің қызарып ұясына батуы. Міне балалар, жаңа сіздер бейне баянмен таныстыңыз. Бұрынғы кезде ата-бабаларымыз жануарларға, құстарға, табиғаттағы болып жатқан әрбір өзгерісті жыл мезгілінің әр кезеңінің қандай деңгейде өтетіндігін алдын ала болжап біліп отырған. Ал қазіргі заманда, заманның дамыған кезінде біздер интернет желілері арқылы, теледидарлар арқылы алдын ала ауа райының болжап біліп отырамыз. Бұған арнайы құрылғылар, мамандар көмектеседі. Сондықтан да әр жыл мезгілінде жауын шашын болған кезде қол шатырмен әр жыл мезгіліне сай киініп жүргеніміз дұрыс.